Сәлем бәріне, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен үй жағдайындағы бет күтімі жайлы сөйлесетін боламыз. Негізі бетімізге неге әжім түседі және де оны қалай үй жағдайындағы қосымша маскалармен құтылуға болатынын рецебін толық бүгін білетін боласыздар. Егер де сізге осындай пайдалы шаш күтімі, бет күтімі жайлы ақпараттар қажет болса, ең алдымен менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Сол кезде мен сіздер үшін түсірген видеоларды өткізіп алмайсыз. Ал егер сіздің бөлісетін рецепттарыңыз не болмаса пайдалы лайфхактарыңыз болса, комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Міндетті түрде бірге жасап көріп, результатқа жетейік. Ал енді видеоға кірісейік. Қазіргі 21 ғасырда дүкеннің сөрелерінен бізге қажетті маска не болмаса жаңағы кремдердің барлық түрін ала аламыз. Және де бағалары бізге қолжетімді. Әрине, ондай қолжетімді күтімдер міндетті түрде барлық адамның үйінде болу керек, және де оны міндетті түрде таңертең кешкісін 2 мезгіл жасап отыру қажет. Одан бөлек менің сіздерге беретін кеңесім үй жағдайындағы табиғи өнімнен, яғни кәдімгі қарапайым көкөністерден, жаңағы фруктылардан жасаған маска 2 есе жақсы әсерін беретін болады. Қосымша түрде. Себебі жаңағы сіздер алған кремдердің құрамында срогы өтпеу үшін кішкене химикаттар қосылып жатады. Ал сіздер қосымша табиғи өнімді жасайтын болсаңыздар, сіздің бойыңыздағы, ағзаңыздағы жетпеген витаминдарды қалпына келтіріп, тезірек пайдасын тиюіне жақсы септігі тиеді. Ал одан бөлек мен ең маңызды, ең жақсы көретін, жаңағы әрдайым сіздерге айтып отырып жүретінім, ол дұрыс тамақтану. Егер сіз дұрыс тамақтанатын болсаңыз, ұйқыңыз қанатын болсаңыз және стресске бейім болмайтын болсаңыз, сіздің бетіңіз тез қартаймайды, бет терісіңіз салбырап, мимикалық әжімдер тез түспейді. Сол себепті осы 3 ереже сізге өте маңызды болу қажет. Ал сұрақ, әжім не үшін және кімдерде өте көп болады? Негізінде әжім сіздер ойларыңызға келмеген аяғы, қолдары, буындары қақсайтын, яғни сүйек ауруы бар адамдарда әжім өте көп болады және тез ерте түсіп жатады. Неге? Буын ауру, сүйек ауру және беттегі әжімнің қандай бір-біріне қатысы бар десеңіздер, кәдімгі логиканы қосыңыздар. Ол уже бұрыннан ғалымдармен дәлелденген, жай ғана он көп адамдар не үшін пайда болады деп ізденбегендіктен білмей осылай жабылып қалған. Негізінде буын, сүйек адамдарда не үшін қақсайды? Себебі адамдардың денесінде ылғал кетеді, адамның денесінде май кетеді, және де жаңағы сіңірді жұмсартатын коллагендердің барлықтары, кальцийлардың бәрі азайған кезде адамдардың буын сүйектері қақсайды. Яғни біздің бетіміз дәл солай ылғалды, коллагенді, майды және жаңағы кальцийді талап етеді. Осы составтар біздің ағзамызда жойыла бастаған кезде бетіміз тез қартайып, салбырап, әжім түседі. Өте көп сөйлейсің деп жиі жазып жатады. Енді көп сөйлей бермей маскаға кірісейік. Алдын ала жаңа алдындағыдай айтып өткенде, әр адам баласының үйінде 20-25 жастан асқаннан кейін дүкендегі арнайы пяти-этапканы міндетті түрде таңертең және кешкісін 2 мезгіл пайдаланып отыру қажет. Ол міндетті түрде. Одан бөлек үй жағдайында қосымша табиғи өнімнен аптасына 1 рет, 2 рет маска жасайтын болсаңыз, сіздің жаңағы жасап жүрген уходовый косметикаңыздың жұмысы 2 есе өзінің атқаратын болады. Бүгін біздің қосымша үй жағдайындағы маскаға қарапайым жұмыртқаның сары уызын пайдаланамыз. Себебі біз бүгін әжімді, мимикалық әжімді қалай кетіруге болады деген жаңағы масканы жасаймыз. Қарапайым жұмыртқаның сары уызына жүгері крахмалын қосамыз. Жұмыртқаның сары уызы негізінде құрамында бізге қажетті дәрумендер өте көп. Және де ең бастысы оның құрамында
коллаген, яғни бетті тартып ылғалдандыратын бізге керек элемент бар. Осы жұмыртқаның сарыуызына кішкене крахмал қосамыз. Крахмалды өздеріңіз білесіздер, мен почти барлық видеоларымда айтып өтіп отырамын. Крахмалдың ешқандай бетке берер зияны жоқ, тек қана бетті ағартып, пигментациядан құтылуға және бет терісінің меланин, яғни бет терісінің түсінің қалпына келтіруіне өте жақсы септігін тигізеді. Ал жұмыртқаның сарыуызы мен крахмалды жақсылап араластырып аламыз. Және де бетіңіз тым құрғақ болса, ішіне кішкене эфир майын қосып, араластырып, осыдан маска жасауға болады. Менің бетім тым құрғақ бетке жатпайды, сол себепті мен май қоспаймын. Менде тек қана жұмыртқаның сарыуызы және де бір шай қасық көз мөлшерімен жүгері крахмалы. Осы масканы аптасына бір немесе 2 рет жасайтын болсаңыз, бетіңізді тартып, әсіресе қай жерде әжім көп, көздің асты, көздің жаны, маңдайға көбірек жағасыз. Сол кезде жақсы результатқа жетесіз. Осы масканы жағып қойғаннан кейін 10-15 минут бетімізде ұстаймыз. 10-15 минуттан кейін жылы сумен жуып тастап, өзіңіздің күнделікті жағып жүрген бет күтіміне арналған ылғалдандыратын креміңізді жағып, боянып, арғарай жұмысыңызға бара берсеңіз болады. Бұл масканы тоңазытқыштай сақтауға болады. Яғни өзі сары жұмыртқаның сарыуызы 2 рет жасауға жетеді. Қазір мен осылай бүгін мысалы ретінде дүйсенбі күні жасасам, енді среда күні қалғанын жағам, одан кейін тоңазытқышта сақтаудың қажеті жоқ. Бір сарыуызды тоңазытқышқа 3-4 күнге дейін ғана сақтаңыздар. Және де міндетті түрде жуылған таза бетке жағу қажет. Ал енді сіздерге сәттілік, осы рецепті жасап көріп, маған одан кейін результатымен бөлісеңіздер болады.